ертең сен өлім алқымға келген кезде жаныңды алатын періште келсе, сен сол күнге дайынсың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған екен: «Я Расулалла, мұсылмандардың арасындағы ең ақылды адам қандай адам?» деп. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: мұсылман адамның арасындағы ең ақылды адамның көрінісі, бойындағы жаңағы қасиеттері, ол өлімді көп еске алады дейді. Өлімді көп есіне алады, және де өлімнен кейінгі өмірге дайындық жасайтын адам дейді. Міне, мұсылманның ішіндегі ең ақылды адам осы адам болады. Екі бойында сипат болу керек. Өлімді көп еске алу керек. Өлімді көп еске алу, бұл деген адам мына дүниенің жалған екенін сезініп жүру керек. Еш уақытта бұл дүниеге сеніп қалатын, бұл дүниеге арқа сүйеп қалуға болмайды, құрметті ағайындар. Алла Тағала осыған тәрбиелеп жатыр. Және де одан кейінгі өмірге, біздің бұдан кейінгі өміріміз, ол енді ұшы қиыры жоқ өмірге кетіп баратырық. Ұшы қиыры жоқ, ұзақ өмірге кетіп баратырық біз. Мәңгі өмірге кетіп баратырық. Сол мәңгі өмірге азық жинау үшін осы өмірімізді үнемде пайдаланып қалуымыз керек. Сол үшін Алла Тағала әрбір кісі өзінің ертең үшін не жіберіп жатыр? Өлім сәті. Өте ауыр сәт, Құдай сақтасын. Бір кішкентай бір өткел, бірақ өте ауыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, өлімнің қиыншылығы бар деген. Сакаратул маут дейді, мысалы Құранда келеді, өлімнің ауыртпашылығы, қиыншылығы. Ол сондай ауыр. Біз сол күнге бара жатқан жолаушыларымыз. Алла Тағала сол күнімізді есімізге түсірді. Сол күнге не істеп жатсың? Мына жерде біздерге сол күннен құтылатын мүмкіншіліктер көп. Одан кейін ертең деген сөз, ертең қабірдегі өміріміз. Қабірдегі өмір, қабір күтіп жатыр ана жерде. Ол жерде 3 сұрақ қойылады: Раббың кім, пайғамбарың кім, дінің қандай? Осы 3 сұрақ қойылады. Осы 3 сұраққа жауап беру үшін адам осы өмірде еңбек қылу керек. Осы өмірде құлшылыққа ықылас қою керек. Өйткені ол жерде Алла Тағала біздерге осы дүниеде қорқып жүргеніміз үшін Алла Тағала ана жерде қорқынышты алып, біздерге иншаллах сол жерде жеңілдік сыйлайды. Алла иншаллах сол жерде кімді Алла қуаттаса, өзінің құдіретімен, ол Раббым Алла, пайғамбар Мұхаммад, дінім ислам деп жауап береді. Міне сол күнге дайындап жатыр. Не жіберіп жатсыңдар? Сол күнге дайынсыңдар ма? Сол күні жаңағы мұнкар накірдің сұрақ жауабына дайынсыңдар ма? Ертең ол амал дәптердің оң жақ сол жағынан берілетін күн. Бәрімізде 2 кітаптың авторымыз, 2 кітапты толтырып жүрген Құдайдың құлдарымыз. Сол 2 кітабымызды дұрыс толтыруымыз үшін Алла Тағала біздерге қияметте болатын оқиғалардың, қияметте сол кітап бізге ұсынылатынның ақпаратын өте көп аяттарда келтіреді. Мысалы өте жаңағыдай оңшылдарды мақтайды Алла Тағала. Озаттар дейді, солшылдар, олар қандай жаман дейді. Солшылдар деген амал дәптері сол қолынан беретін адамдар. Солардың қияметтегі оқиғаларынан үзінділер айтады. Мысалы оңшылдар, олар кітабын алған кезде Құранда аяти калимада қуанады. Кітабын қолына ұстаған беттен адамдардың арасында мақтанады екен. Қараңдар мына кітабыма. Мен осы күн үшін ол дүниеде еңбек қылған едім. Менің ақырым осымен бітті деген сияқты. Ал солшылдар, олар өзіне өлім тілейді дейді. Өліп кетсе, мына кітапты алғанымша өліп кеткенім жақсы еді ғой дейді. Міне сол күнге бара жатқан жолаушыларымыз. Сол күнге не жіберіп жатсыңдар? Одан ертең Сырат көпірі бар. Сырат көпірі ол қылдан жіңішке, қылыштан өткір дейді. Сондай көпір, қараңғылық көпірі дейді оны. Бір адамдар ол жерден найзағай сияқты жарқ етіп өтіп кетеді. Бір адамдар атпен шауып өткенде, желдің жылдамдығында өтетін адамдар болады. Атпен шауып өткенде жылдамдықта өтеді. Бір адамдар жүгіріп өткенде жылдамдықта, бір адам жүріп өткенде жылдамдықта, бір адам еңбектеп болса да Алла Тағаланың рахметімен өтеді. Алланың қалауы. Еңбектеп болса да Алла Тағала өтуімізді нәсіп етсін баршамызға. Енді найзағайдай өтіп кетсек, алхамдулилля. Сол үшін сол күнге Алла Тағала бізді Құран арқылы тәрбиелеп жатыр. Құран арқылы тәрбиелеп жатыр. Сөйтеді де жаңа жерде «Вәл-таңзур нафсу мә қаддамат лиғад» дегеннен кейін «Ваттақулла» деп тағы да Алла Тағала
Құдайдан қорықсаңдаршы, Құдайдан абайласаңдаршы деп Алла Тағала тағы да бізді қорқытады. Міне сол үшін құрметті мұсылман қауым, бізді Алла Тағала осылай тәрбиелейді Құран арқылы. Енді Құранның біздер үшін қуанышты аяти калималары, құрметті ағайындар, бұл дүниеде жүрген кезде адам бойына жаңағы ең ұлы сипат, екі сипатты қалыптастырса, оған Алла Тағала Құранда 3-ші хабар айтады. Екі сипат айтады. Сөйтеді Алла Тағала ол сол бойында екі сипат табылған адамды Құранда мақтайды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, астағфирулла, «Инналлазина аману ва амилус солихати улаика хум хайрул бария» дейді. Сондай шындығында Аллахқа иман келтіріп, ізгі амал істеген құлдарым, пенделерім, улаика хум хайрул бария, жаратылыстың ең жақсы дейді. Біздің бойымызда осы екі сипат табылса, Алла тарапынан мақтауға лайықтымыз. Біз қоғамда біреу бізді мақтамай атқан шығар. Біздің қоғамда абыройымыз жоқ шығар. Біздер қоғамда бір өзіміздің кедейлігіміз үшін, өзіміздің бір ауруымыз себепті қоғамда ешқандай бізді адамдар елемей жатқан шығар. Мына бишара деп жатқан шығар. Бірақ Құранда Алла Тағала улаика хум хайрул бария деген дәреже қойып қойған оған. Жаратылған жаратылыстың ең жақсысы дейді. Ең жақсысы солар екі сипаты бойында болған адам. Және де оған жаңалдегі көңілі құламау үшін Алла Тағала бұл өмір сынақ, өткінші, бұл өмірде ауру болып атқан шығар. Бұл өмірде ол бір қиыншылық, өткелдерден өтіп атқан шығар. Бірақ бойындағы екі сипатты сақтауға әрекет қылып атқан адамдар бар арамызда. Иманын, ізгі амал. Біріншісі Аллахқа иман келтіру, екіншісі ізгі амал. Ізгі амал деген нәрсе Құдайдың бұйырған бұйрықтарын орындау, тыйымдарынан тыйылып жүрген адам. Осы нәрсеге сақтықпен қарап, бұл өмірдің өткінші екеніне сеніп, өзін бұл өмірдегі сынақтарға төзе білген адамды Алла Тағала қияметте ол кісінің оған берілетін сыйлықтардың хабарын айтып кетеді. Жаңағы жаратылған жаратылыстың ең жақсысы дегеннен кейін жазаухум инда раббихим джаннату аднин тажри мин тахтихал анхару халидина фиха абада. Олардың қияметте Алланың Раббысының алдындағы дайындап қойған сыйлықтары, астарынан өзендер ағатын адн жәннаты. Олар онда мәңгі қалады дейді. Міне, құрметті мұсылман қауым, Алла бізге нені уәде қылып жатыр да? Біздер бұл өмірде бір жағдайымыз төмен болып қалған үшін қанша адамдар жаңағыдай өкінішпен өксіп өтеді. Қолынан басқа бір Алланың мақтауына қалай ұмтылмайтын адамдар қоғамда табылып жатады. Бірақ Алланың мақтауы ол шындық, ол керемет мақтау. Соған біздер қолымыздан келетін нәрсені ұсынып жатыр Алла Тағала. Ол біздерге құс болып ұшыңдар, балық болып жүзіңдер деп жатқан жоқ. Аллахқа иман келтіріңдер, ізгі амал істеңдер. Ізгі амал деген, құрметті мұсылман қауым, ол бұйырған бұйрықтарды орындау. Алла не бұйырса, ол біздердің адами болмысымызға, табиғатымызға өте керек нәрсе. Өмір сүру жеңілдігі ол. Алланың тыйған тыйымынан тыйылу, Алланың тыйған тыйымдары ол адамның ғұмырына өте пайдасыз нәрсе. Осы екеуін амалға асырсақ, ізгі амал болады. Ізгі амал істесек, Аллаға иман келтірсек, ізгі амал істесек, Алланың мақтауына лайықты құлдар боламыз. Енді мынау бәрімізде Алланың бір кеңшілігінен үміт етіп жүрген адамдармыз. Сол үшін мына бір аятты қоса айтып кетейін, иншалла. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде көп аяттарда «Уәл ахибату лил муттақин» дейді. Соңғы табыс тақуаларға тән дейді. Тақуаларға тән дейді. Бір аятта Алла Тағала «Инна лил муттақина мафада» дейді. Шындығында тақуалар қияметтің қорқынышынан құтылды дейді. Қиямет өзі ауыр күн. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол күннің ауырлығын көп хадистерінде айтып кеткен. Құранда қиямет жайындағы аяти калималар пайғамбарлардың жүрегін езген, қатты қорыққан сол күннен.
Міне сондай қорқынышты күнде Алла Тағала тақуа пенделер оның азабынан құтылды дейді. Енді бәріміз ол қияметтің азабынан құтылуымыз үшін тақуалыққа ұмтылуға құштар боламыз. Тақуа болғымыз кеп кетеді. Ал сол тақуа болу өте ауыр нәрсе емес екен. Бірақ иншаллах Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тақуаларды бірнеше сипатпен сипаттаған. Осы бірнеше сипат біздің бойымыздан табылса, алхамдулилля біз тақуамыз. Қараңыз, бұл да бізді қуандыру керек. Аллаху субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Астағфирулла, алиф лам мим заликал китабу ла райба фи худал лил муттақин дейді. Заликал китабу ла райба фи. Мынау кітапта, яғни Құранда ешқандай күмән да күдік те жоқ, оның Алланың сөзі екендігінде дейді. Мынау Алланың сөзі. Құран ол Алланың сөзі. Оған ешқандай күмән келтірмеңдер дейді. Худал лил муттақин дейді. Бұл Құдайдан қорқатын, Құдайдан абайлайтын құлдарымды тура жолға алып шығатын тура жол дейді. Құдайдан қорқатын адамдарды тура жолға алып шығады дейді. Енді қараңыздар, Аллахқа мақтау болсын. Осы бойымызда сол муттақиндардың сипаты болса, қуана беру керек. Бұл Алланың берген үлкен нығметі. Бірінші сипатын Алла Тағала айтады: «Әллазина юъминуна бил ғайб» дейді. Олар ғайыпқа иман келтіреді дейді. Ғайып деген ол Алла. Алла ғайып. Біз оны көрген жоқпыз, жаратушымызды. Бірақ Алла біздерге елшісін жіберді, кітабын түсірді. Сол арқылы біздер Алланы танып, оған иман келтірдік. Ғайып ол жәннат, ғайып ол дозақ. Оны біз көрген жоқпыз. Бірақ біз одан жәннатты біздер жақсы көреміз. Өйткені Алла оның жақсылығының хабарын айтты, елшісі айтты. Дозақтан біз қорқамыз. Неге? Өйткені ол біздерге ғайып көрмегенбіз, бірақ есту арқылы содан біздер жәннатқа ынтықпыз, дозақтан сонша сақтанамыз. Алхамдулилля, Құдайға шүкір. Ғайыпқа иман келтіру өте үлкен тақуаның бір үлкен белгісі. Қазір айтпаймын, мен сондай бір оқиғалар айтам, ғайыпқа иман келтірген кісілердің қаншалықты көрмей тұрған нәрсесі үшін өзінің жанын құрбан қылған тарихта өте адамдар көп. Мысалы, соның ішінде сахабаларды да келтірсек болады. Мысалы, қанша сахабалар шәһид болды, мысалы, Алла жолында. Енді мен бір мысал келтіргім кеп тұр. Бұл мынау Фирғауын деген залым патша болған, солның кезіндегі бір әйел жайында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір оқиғаны айтады. Мираж кешесінде дейді, көтеріліп бара жатқанда жаңағындай жерден бір нұр шығып жатты дейді бір риуаятта. Сондай бір иіс келді жәннатта, бір керемет, әсем бір иіс келді. Бұл ненің иісі деп сұрағанда қасында Жабраил алейхиссалам бұл Фирғауынның қызметшісі, қызының шашын тарайтын тарақшысы еді. Ол жаңағы бір Аллахқа иман келтіргені үшін 4 баласымен қазанға қайнатылып кеткен да. Ла илаха иллалла деген үшін. Анау ғайыпқа сенген нәрсе адам, ана сенім, сол сенім, оның жаңалегі бұл өмірдегі ешқандай нәрсе оны жойып жібере алмады. Қандай керемет сенімді, ол біздерге ибрат болу. Сол үшін Аллаға сендік па, ешқандай уайымға түспеу керек. Ол Алла бізді бақылап тұр, көріп тұр. Ол ұлы, ол жалғыз, ол мұңсыз Раббымыз бар. Сол Раббымыз бізді көріп бақылап тұр. Біріншісі сенім екен, құрметті ағайындар. Сол сенімге мықты орныққан адам уайуқимунас солата, намаздарын толық орындаушылар дейді. Ва мимма разақнахум юнфиқун, ва мимма разақнакум юнфиқун. Және де біздің берген ырзық несібемізден Алла жолында пайдаланады дейді олар. Ол бізге рызық қып берген, біз өзіміз тауып атырық, еңбектеніп, әрекетпен тауып атқан жаңа несібемізден Алла жолында беріп тұрады олар дейді. Оны осы 3 сипат. Одан кейін وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ.
Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам оның тағы бір сипаты, ол сізге түскен мына Құранға және де алдыңғы түскен кітаптарға, Таурат, Инжил, Забур деген кітаптарға иман келтіреді. Ва бил ахирати хум юқинун. Міне олар ақырет күніне анық нанады. Анық, күмәнсіз нанады ақырет күніне дейді. Улайка алейхим салаватум. Аят қалай келетін еді? Жоқ, олай емес. Улайка аля худан мин раббихим ва улайка хумул муфлихун деп аяқталады. Міне солар ғой, Раббылары тарапынан ең тура жолдың үстінде кетіп баратқандар, міне солар құтылушылар дейді. Міне құрметті ағайындар, бұл Құранның аяты біздің бойымызда осы қазір міне құптан намазына келіп, жылы төсек, жылы үйіміз, шайымыз, бізге қызмет қылатын әйелдеріміз, сүйкімді балаларымызды тастап, мына мешітке келіп отыруымыздағы мақсатымыз біз Раббымыздың бір сөзін естіп кетейік, мына намазын құлшылығын атқарып кетейік деп келдік. Сол үшін Алла Тағала да біздерде осы бойымыздағы жаңа 5 сипатқа мықты тұрсақ, Алла Тағала бізді тақуалардың қатарында ертең иншалла. Алланың уәдесі өзгермейді ол. Иншалла Алла Тағала тақуаларға жатқызды ма, кім ғайыпқа иман келтірсе, жаңағы 5 уақыт намазын оқыса, берген ырзықтан Алла жолында пайдаланса, кітаптарға сенсе, ақырет күніне сенсе, міне осылар негізінде мұттақин адамдар екен. Сол үшін біздің бойымызда сол қасиеттердің болғанына Аллахқа мақтаулар айтсақ болады. Аллахқа мақтаулар болсын, мадақтар болсын. Иншалла Алла Тағала бәрімізді жәннатта жолығуымызды нәсіп етсін. Бұл өмірде Құдай үшін бір-бірімізді жақсы көрімізді нәсіп етсін, ақырымызды қайырлы қылсын. Рахмет, Алла разы болсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илайк би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.